Сәлем достар, обзорды бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сонымен біздің обзорда Honor 90, Honor деп көбісі айтады, шын мәнінде бұл Honor болып оқылады. Honor 90 мендегі версия, ол 512 гигабайттық версия, оперативная память 12 гигабайт. Комплектациясына келетін болсақ, осындай коробкасы ақ түсті болады, ал оның ішінде мынандай блок питания 66 ваттық және USB шнур болады, Type-C. Бұған тағы тоқтала кетеміз. Енді телефонның өзіне тоқтала кетейік. Так, бізде жоғарысында екінші микрофон, мұнда динамики, сөйлесуге арналған динамик. Оң жағында бізде звукты, дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкасы. Мынау телефонды сөндіріп қосатын кнопкасы. Астында бізде сим-карта салатын жері. Мұнда екі сим-карта салынады, флешка салынбайды. Бірінші микрофон, зарядка тағатын жері, разъем және динамикасы орналасқан. Сол жағында түк ештеңе жоқ. Артында бізде мынаны өзім стекло деп ойлаймын, бірақ интернетте кейбір жерлерде жазған бұл пластмасса деп. Шеті мына тем более пластмасса болып келеді, рамкалары. Камерасы бізде мынандай камералары бар. Ең жоғарғысы 2 мегапиксель, одан кейінгісі 200 мегапиксель және 12 мегапиксель. Мұнда вспышка орналасқан. Мына 12 мегапиксельді камера бұл ультра широкоугольный режимді фотоға түсіреді және макросъемка үшін арналған камера. Мына 200 мегапиксельді камера бұл основная камера. Ал мына 2 мегапиксель бұл сенсор глубины. Бұл не үшін? Бұл ана портретный режимді адамдарды фотоға түсіресіз ғой. Сол кезде фонды размывать ету үшін арналған камерасы. Мына трәпка бостан-босқа тұрған жоқ. Өйткені глянцевый покрытие болғандықтан қараңыздар, саусақтың іздері мас қара қалады. Сондықтан бұлай алып сүртіп тұру керек постоянно. Немесе сразу чехол сатып алыңыздар. Өйткені комплектациясында чехол жоқ. Always on display бар. Наның орнына әртүрлі суреттерді қоюға болады. Разблокировка жасайын. Так, сонымен достар, экранына тоқталайық. Экраны айтпақшы. Мынаны қараңыздар. Мынау бізде экраны изогнутый, иірілген, былай айтқанда, жоғарысы да сондай болып келген. Көрдіңіздер ме? Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? То есть бүкіл жері былай изогнутый болып келген. Алды да, төрт жағы да, арты да. Сондықтан чехолсыз қолдансаңыздар, қолдан түсіп кетуі мүмкін, тайып кетуі мүмкін. Бұлай не сияқты, сабын сияқты болып жасалынған, былай айтқанда. Вот. Тіке қарасаңыздар, экранның төрт жағындағы рамкалар кішкентай, камерасы ортасында орналасқан. Ол камерасы 50 мегапиксель, алдыңғы камерасы. Ал енді экранны тоқтала кетейік. Характеристикасы жалпы мынандай. Экраны 6,7 дюйм размері, AMOLED экран. Несі? Разрешениесі 2664-1200. Частота обновления экрана 120 Гц және шим 3840 Гц деген. Ол деген сөз, яркості төмендетіп экранды қолданған жағдайда көзіңіз ауырмайды. Кез келген жағдайда мына экранмен көз ауырмайды. Ол деген үлкен плюс, өйткені Samsung'тарда сондай минус бар, көзді ауыртатын минусы. Ұзақ қолдансаңыздар. Және яркості 1600 нит. Ол деген сөз, күн шығып тұрған кезде далада жүрсеңіз, қолдансаңыз, экран анық көрінетін болады деген сөз. Бірақ шыны керек 1600 нитке ұқсамайды, максимум 1000 нитке ұқсайды. Басқа смартфондармен салыстырғанда экраны мұнда қатты, яркий деп айта алмаймын. Настройка кірейік. Жаңа экранның бүкіл несін көрсете кетейін. Разрешение, анау дегендерін. Қараңыздар, экран цветовой режимға кірсеңіздер, мұнда обычный таңдауға болады, сосын яркий таңдауға болады. Яркийда цветтері сочный, яркий әдемі болып тұрады, сондықтан яркийді таңдаңыздар. Содан соң
разрешение экрана. Мұнда 3 вариант бар. Низкий, базовый және высокий. Высокийге қойсаңыз, әрине цветопередача бүкіл әдемі көрінетін болады экрандағы. Бірақ зарядкасы өте тез отыратын болады. Базовый, низкий. Егер телефоннан фильм көрмейтін болсаңыз, картинка көп көрмейтін болсаңыздар, низкийге қойсаңыздар, зарядкасы ұзаққа жететін болады. Мен высокийге қойдым, өйткені телефонда максимум қолданғанды ұнатамын. Оны разрешение бассаңыздар, өзі автоматически түрде өзгеріп отырады. Так, содан соң скорость обновления экрана. Мұнда 3 вариант бар. Высокий, средний, стандартный. 60, 90 және 120 Гц. 120 Гцке қойсаңыздар, анимация бүкілі, мыналардың бүкілі плавно түрде жұмыс жасайтын болады. Сондықтан 120 қойыңыздар. Бірақ тоже минусы заряд тез отыратын болады. Android 13 версия тұр. Оболочка Magic OS 7.1. Бұл Honor компаниясының өзінің оболочкасы. Бұл смартфон судан қорқатын смартфон. Защитасы жоқ ешқандай IP68. Енді білмеймін, енді 300 000 теңгеге IP68 жоқ деген сөз, ол масқара ғой енді. Тем более тағы үлкен минустары бар, оны бүкілін айтып жатқан жоқпын сіздерге. Бірақ видеоның аяғында бүкілін тізіп айтып беретін ба, минусы мен плюстарын. Сондықтан аяғына дейін көріңіздер. Ал енді Antutuға кірейік, қанша балл жинаған көрейік. 681.243 балл. Сіздерде бұдан төмен болуы мүмкін, өйткені сіздерде 8.256 гигабайттық версиясы болуы мүмкін. Ал менде 12.512 гигабайттық версиясы. Honor 90 алатын болсаңыздар, міндетті түрде 512 гигабайттық версиясын алыңыздар. Өйткені 8.256 гигабайттық версияда LPDDR4 тұр оперативная память, ал основная памятте UFS 2.2. Ескі версия деген сөзше, яғни 512 гигабайттық версияға қарағанда 8.256 гигабайттық версиясы кішкене нашар жұмыс жасайды деген сөз. Камераларына тоқтала кетейік. Так, фото, портретный режим, ночная съемка, видео, мультивидео. Еще қараңыздарымда Hi-Res деген таңдасаңыздар, 200 мегапикселді режим қосылады. Так, мына жерде панораманы примерно плюс-минус көпсіне түсінікті деп ойлаймын. Так, қараңыздар. Фото. Ультра широкоугольная камера бар. Основная. Двукратный зум. Максималды түрде 10x-қа дейін жақындайды. Енді қазір фотоларды көрсете кетейін сіздерге. Фото, видеоны айтпақшы болды. Видео настройкасына кірсек, максимум 4К, 4К-ға қойсақ, 60 кадр таңдай алмаймыз, максимум 30 кадр. Ал 1080-ді қойсақ, 60 кадр таңдай аламыз, бірақ мұнда супер стабилизация жоқ, оптический стабилизация жоқ, сондықтан видео түсірсеңіздер былай қозғалып отырады былай айтқанда. Так, енді фотоларға көшейік. Мынау бізде 200 мегапикселді режим. Күн шығып тұрған сол кезде. Кез келген камера, кез келген телефон. Күн шығып тұрса, жарық болып тұрса, фотоға өте жақсы түсіреді. Мұнда тоже жақсы түсірді, сондықтан 200 мегапиксел осылай болады. Мынау ультра широкоугольная камера. Жақындатып қарасақ, фотоға жаман емес. Бұлттар анық көрініп тұр. Мынау основная камера. 12 мегапикселді режимда түсірілген. Тажына ағаштар более-менее нормально көрініп тұр. Мынау бізде қателеспесем двухкратный зум жақындатып түсірілген. Екі есе. Мынау 5-кратный зум. Ал мынау 10-кратный зум. Так, 200 мегапикселді режим. Жаман емес. Бірақ кішкене размыты болып тұр.
ультра широкоугольная камера, бұлт бүкілі нормально көрініп тұр. Двукратный зум. Двукратный зумда түсірсеңіздер, качествосы қатты білінбейді, более-менее нормально түсіреді. Ал егер 5-кратный зум ретінде фото түсірсеңіздер, размыты болып тұрады. 10-кратный тем более. 200 мегапикселді режим. Жаман емес, жақсы. Ал енді видеоны көре кетейік. Қазір дауысын шығарам, өздеріңіз бағалап көресіздер. Бұл бізде 4К 30 кадр. 60 кадр өкінішке орай жоқ. Дауысын қалай естіліп тұр, соны көре кетіңіздер, тыңдап. Қазына яркості көбейтейінші, что-то қараңғы болып тұрған сияқты. Так, фокусировканы тексерейік. Темірге фокусировка болмай жатыр. Так, фокусировка бар. Фокусировка бар. Және ұзақтау фокусировка болады екен, бұлай жасап көрейік, міне. Қолда фокусировка. Так. Кішкене фокусировка жағы қиындау екен бұл телефонда. Енді 0x режимға қойып керек, үлкейтіп. Ультра широкоугольная камера қосылады. Основная камера, двукратный зум, 4К 30 кадр еске сала кетейін. Және максимум 6x-қа дейін жақындайды екен. Күнге қарсы көрейік. Не болатын? Так, енді Full HD болу керек, одан кейінгі видео. Енді бұл бізде 1080, 60 кадр в секунду. Фокусировка. Так, былай жасайықшы. Қолға фокусировка. Басқа жерге қолға. Алшақтау күнге қарсы. Осылай. Максимум тоже 6x екен. Ультра широкоугольная камера қосылмайды. Міне қазір жүріп бара жатырмын. Қалай екенін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Стабилизация жұмыс істеп тұр ма, жұмыс істеп тұрған жоқ па? Так, жақындатып көрейік. Осылай достар. 200 мегапикселді режимде фотоға түсіргенмін. Мына жерде яркостін төмендетейін, енді фото көрсетіп жатырмын ғой. Так. Неге осылай? Кішкене размытылау енді. Ультра широкоугольная камера, мына жерде кішкене ағаштың несі цветі өзгеріп кетті. Мынау основная камера. Мына жерде качествосы жақсылау. Двукратный зум. 5-кратный зумда вообще цвет басқаша болып кетті. 10-кратный вообще. Көріп тұрсыздар ғой. Так. Содан соң тағы фото. 200 мегапикселді режим. Күн шығып тұрғанда еске сала кетейін, бүкіл телефон өте жақсы түсіреді. Не только мына телефон. Так. Даже жаман емес. Жалпы фотоға жаман түсіреді деп айта алмаймын. Бірақ бір несі, бір үлкен минусы. Мына камерасы 200 мегапиксел ғой, бағана айтқанымдай. Қазір мысықты көрсетейін. Осылай. Тоже мына 200 мегапикселді режимде түсіргенмін. Жалпы камерасы, ең басты камерасы 200 мегапиксел. Бірақ бұл
камера Xiaomi Redmi Note 13 Pro деген телефонда орналасқан. Оның минусы, қараңыздар, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 150 мың теңге тұрады, ал мына телефон 300 мың теңге тұрады, екі есе қымбат. Екеуінің камералары бірдей. Мына 200 мегапиксель Samsung компаниясының камерасы бірдей камера орналасқан, масқара. Бұл айтқанда камера нормально түсіреді, бірақ 300 мың теңгеге емес, 150 мың теңгеге прям күшті камера. 300 мың теңге енді бұл жағдайда лучше басқа телефонға қараған жөн ғой. Біріншіден осы камерасы, көрдіңіз, түсіндіңіздер ғой, жалпы. Енді екіншіден, бұл жерде бағана айтқандай Snapdragon 7 Gen 1 деген процессор орналасқан. Ол процессор жаман емес, жақсы процессор. Бірақ бұл баға тоже 300 мың теңге үшін 7 Gen 1 ол қымбаттау енді. Түсінулеріңіз үшін қазір магазин тағы ашып қарайын. Ол жерде мысалға Xiaomi 13 Lite деген телефон. Так, міне обзорда бар. Xiaomi 13 Lite характеристикасына кіреміз. И мұнда процессоры, қараңыздар, процессор Snapdragon 7 Gen 1. Бұл телефон 180 мың теңге тұрады. Ал мына телефон 300 мың теңге тұрады. Дәл осындай процессормен. Өкінішті, әрине. Ал енді аккумуляторын тоқтала кетейік. Батарейкасы 5000 мА. Бағана айтқандай экранын өте жақсы качествода, бүкіл күшті высокий режимді қойсаңыз, ол кезде зарядкасы өте тез отыратын болады. Ал егер среднийға қойып қолдансаңыздар, бір күнге телефон батарейкасы, новый кезінде по-любому жететін болады. 0%-тан 100%-ке дейін ровно 1 сағат уақытта алады зарядкасы. Содан соң бұл зарядка 66 ватт деп тұр. Бұны өзім тексеріп көрдім. Специально менде 2 зат бар, арнайы зарядтады. Максимум 27 ваттқа дейін ғана жетті. 66 ватт деген енді білмеймін, өтірік ба, шын ба. Мына бір ғана зат емес, тағы бір басқа специально тексеретін затымен тексердім, USB тестермен. Бұл жерде тоже міне 27,9, яғни 28 ватт деп тұр. 1 сағат зарядталады. Енді білмеймін, 66 ватт негізі одан тез зарядталу керек негізі. Сол жағыда кішкене көңіл күйімді түсіру жерді. Звугына тоқтала кетейік, динамикасына. Жоғарысынан тоже динамик болғанмен, бұл динамик звонокпен сөйлескенде ғана қолданылатын динамик. Егер музыка тыңдайтын болсаңыз, астынан ғана шығады. 300 мың теңге тұрады, астынан бір ғана динамик, монодинамик. Ол үлкен минус, конкуренттардың бүкілінде почти. Стерео звук астынан да, жоғарыдан да шығады. Мынаның звугы не демеймін, жай шығады демеймін, бірақ екі динамик всегда жақсы ғой. Көрсетейін тыңдатып. Міне динамик жауып тастадым, жоғарыдан шығып тұрған жоқ, астынан ғана шығады. Өкінішті. Содан соң біреумен звонокпен сөйлессеңіздер, былай енді құлағыңызға тақайсыз ғой. Құлағыңызға таққан кезде, кей кезде дегенде көп жағдайда экран сөнбей қалады. Экран сөнбейді, құлағыңызбен, бетіңізбен байқамайна экранын басып жіберетін боласыздар. Соны айтайын сразу. Бұл жерде виртуальный датчик. Тағы байқағаным, бұл телефонды қолданған кезде вибрациясы нашар екен. Енді талға сообщение жазасыз ғой былай. Сообщение жазған кезде вибро-отклик болады. Сонысы нашар енді. Неге бұлай мен үлкейтіп көрсетіп тұрмын бұл минусты? Өйткені менде бұдан да басқа смартфондар болды, бұдан да арзандау. Олардан вибрациялары прям жақсы жасалынған. Қараңыздар, мына жерде естілей ме, қазір не қылып көрейін сіздерге.
мына вибрациясы енді как будто дешевый телефон вибрациясы сияқты. Бір 70-80 мың, ары кетсе бір, ладно, 120 мың теңгенің телефон вибрациясы сияқты. Мені түсінгендер болса комментарийға жазып кетіңіздер. Сондықтан бұл телефонда мен вибрацияны вообще өшіріп тастағам, чтобы мынаны сезбес үшін. Сосын тағы беспроводная зарядканы поддерживать етпейді бұл смартфон. 300 мың теңгелік смартфондар көбісі поддерживать етеді. Былай алып телефонды зарядке қойсаңыздар, зарядталу керек. Бірақ өкінішке орай 300 мың теңгелік бұл Honor 90 оны қолдамайды. Осылар минустары. Плюстары ұнағаны ол экраны әрине, цветі бүкілі әдемі көрсетеді, көзді мүлдем ауыртпайды. Алдыңғы камерасында 4К видео түсіруге болады, 30 кадр в секунду. И сосын eSIM картаны қолдайды. Енді көптеген информация болды, уже көптеген информацияны айттым. Сондықтан сіздерге осы жерге плюс мен минусын жазып кетемін. Сонымен достар, бұл телефон 300 мың теңге тұрады. Соны ескере отырып, минустары мен плюстарын жаздым. Минустары, бірінші минусы ол зарядкасы максимум 28 ватт, комплектациясында 66 ватт деп тұрғанменен мен екі түрлі затпен тексеріп көрдім. USB тестермен менде 28 ватт көрсетті. Мен айтпақшы 0%-тен 100%-ке дейін зарядтап тексердім, если что. Монозвук. Звугы бір астынан ғана шығады. 300 мың теңге үшін ол енді нашар енді. Егер 8-256 гигабайтты версиясын алсаңыз, онда LPDDR4X, UFS 2.2 ватт. Яғни 512 гигабайтты версияға қарағанда жай жұмыс жасайды. 200 мегапиксельді камерасы жалпы жақсы камера, бірақ бұл камера 150-170 мың теңгелік телефондарға арналған камера болу керек. Бағана айтқанда Xiaomi Redmi Note 13 Pro'да дәл осындай камера орналасқан, ал оның бағасы 150 мың. Процессор Snapdragon 7 Gen 1. Бұл процессор Xiaomi'да да орналасқан. 13 Lite деген, оның бағасы 170-180 мың теңге тұрады. Сол баға үшін осы процессор ол нормальный процессор. Бұл процессордың тағы бір минусы қызады. Қызғандықтан яркости төмендеп кетеді. Міне 8-ші пунктте жазған. Жай қолданған кезде яркость төмендеп кетеді кей кезде. Ал ойын ойнасаңыз 10-15 минуттан соң төмендеп кетіп, кішкене неудобно болады да ойын ойнау. Тағы бір минусы виртуальный датчик приближениесі. Телефонмен сөйлескен кезде по телефону экраны сөнбейді, сондықтан бетіңізбен әртүрлі жерлерді басып қоясыз кей кезде. Защитасы жоқ, судан қорғайтын несі жоқ, IP68 жоқ. Сосын беспроводная зарядка жоқ. Бұлар неге көп минус, 9 минус, неге көп? Өйткені 300 мың теңге тұрады бұл телефон. Бұл телефонда бұдан жақсы характеристика болу керек. Плюсы әрине бар, плюсы ол дизайны. Изогнутый, неудобно болса да, маған бұл дизайн ұнайды. Қолда ыңғайлы орналасады. Содан соң экран без шима. Былай айтқанда, яркости былай қойсаңыз да көзіңіз ауырмайтын болады. 4К алдыңғы камерасына видеоға түсіретін болсаңыз, 4К режимді қойып түсірсеңіз болады. Ол тоже плюс бұл смартфонның. Енді не айтайын, енді 300 мың теңгеге тағы да сатып алатын болсам, бұл смартфонды әрине мен алмаушы едім. Өйткені көптеген конкуренттер бар бұл бағада. Кімге арналған бұл смартфон? Бұл смартфон негізі қыздарға арналған смартфон десем де болады. Өйткені олар ойын ойнамайды, смартфонды көп қолданбайды, тек фотоға ғана түсіреді. Бірақ фото возможность жағы бұл телефонда тоже кішкене нашарлау болып тұр өз бағасына. Енді білмеймін енді кімге арналғандығы. Просто түріне қарап алатын адамдарға арналған болмаса, экранына қарап, әдемілігіне қарап. Жалпы ойым солай. 300 мың теңгеге мен бұл телефонды алмаушы едім. Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Міндетті түрде.
және де басқа смартфондармен салыстырғыңыз келсе комментарийға жазыңыздар, мен салыстырып беремін. Баға бойынша, характеристика бойынша. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал жақсы, сау болыңыздар.